Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге мен Базарғали Жанерке Айдынқызы. Жалпы бүгін біздің өтетін тақырыбымыз адамдардың ас қорыту жүйесі. Біздің тақырыбымыз ең қызықты, ең маңызды жүйелердің бірі болып табылады. Біз барлығымыз тамақ жейміз, бірақ оны қалай қорытылатынын, өңделетінін барлығымыз бірдей біле бермейміз. Ал бүгінгі тақырыпта осы сұрақтарға толығымен жауап береміз деген ойдамын. Жалпы тақырыпқа тоқталатын болсақ, ең алдымен біз не үшін тамақ жейміз деген сұраққа жауап берейік. Біз не үшін тамақ жейміз? Тамақ бізге энергия береді. Энергия неге керек? Біз өмір сүруіміз үшін бізге энергия керек. Біз қозғалу үшін, біз тұруымыз, жүруіміз, қозғалысымыз, сөйлеуіміз барлығы осы энергияға байланысты. Ал адам ағзасындағы энергия қайдан пайда болады? Ол біз жеген қоректік заттардан пайда болады. Енді ас қорыту жүйесі дегеніміз не? Ас қорыту жүйесі тағамды қабылдап, оны механикалық және химиялық жолмен қарапайым заттарға дейін ыдырататын биологиялық жүйе. Жалпы бұл жүйенің негізгі міндеті тағамды ағзаға қажет қоректі заттарға дейін айналдырып, оларды қан мен лимфаға тарату. Яғни ас қорыту жүйесінде біз жеген тамақ бірден қорытылып кете алмайды. Біз тамақты өте үлкен көлемде жейміз. Яғни біз жеген нан біз үшін кішкентай болып көрінуі мүмкін, но ол біздің ағза үшін ол өте үлкен. Біз оны қорытуымыз үшін бірнеше есеге дейін кішірейту керекпіз. Яғни механикалық үгітуден өтіп, кейін химиялық жолмен қорытудан өтіп, бірақ қана біз өзімізге қажетті өнімді алған кезде ғана ол біздің ағзаға сіңеді. Жалпы ең алдымен осы ас қорыту жүйесінің бастауын біз ауыз қуысынан аламыз. Ауыз қуысы, яғни біздің ас қорыту жүйеміздің бастауы. Енді адам тағамды ең алдымен тістері арқылы шайнайды, үгітеді. Ол бізде механикалық үгіту. Біз тағамды шайнап үгітеміз ауыз қуысымызда, ал оны тіл ары қарай шайнап итеруге көмектеседі. Ауыз қуысында бізде сілекей бездері орналасқан. Сілекей бездерінде бізде белгілі бір ферменттер бар. Мысалы амилаза. Ал амилаза бізде крахмалды қантқа айналдырады. Яғни осы сілекей бездеріндегі ферменттер арқылы ең алғашқы химиялық қорыту жүре бастайды ауыз қуысында. Ал тілді шағын жұмысшы деп атауға болады. Яғни ол тағамды ауыз қуысынан өңешке қарай итеріп жібереді. Енді осыны түсініп алу үшін, жалпы ас қорыту жүйесіндегі реттілікті түсіну үшін шағын видео көріп алсақ. Ауыз қуысынан өткен тамақ өңешке, кейін бізде асқазанда қорытылғаннан кейін тағамдар қайда барады? Жіңішке ішекке, кейін тоғыз ішек, жуан ішекке, содан кейін тік ішек арқылы бізден сыртқа қарай шығып кетеді. Келесі бізде ол жұтқыншақ пен өңеш тағамның қозғалысы. Ең алдымен тағамның бастауы бізде не болды? Ол ауыз қуысы болды. Ендігі кезекте бізде жұтқыншақ, өңеш. Жалпы жұтқыншақ ол ауыз қуысын өңешпен жалғастырып тұратын бұлшықетті мүше. Тағам жұтылған кезде тіл мен жұтқыншақтың қозғалысы нәтижесінде ол өңешке өтеді. Ал өңеш оны ары қарай асқазанға жеткізеді. Жалпы өңештің ұзындығы бізде шамамен 25 сантиметрге дейін барады. Оның формасы бізде түтік тәрізді болып келеді. Ұмытпаймыз, жаттап аламыз. Жалпы бұл процесте өңеш қабырғасындағы бұлшықеттер бірінен кейін бірі қозғалу арқылы тағамды төменге қарай жылжытады. Жалпы қызметтеріне қайтып тоқталатын болсақ, жұтқыншақ біз не істейді? Ол тілдің бізге жіберген тағамын өңешке жеткізеді. Болды, оның жұмысы сол. Ал өңештің жұмысы өзінің қабырғаларында бұлшықетті қайта қозғалту арқылы тағамды төменге қарай түсіру. Келесі асқазандағы тағамның химиялық қорытылуы. Ауыз қуысы
жұтқыншақ, өңеш. Енді тағам қайда барады? Асқазанға барады. Кеттік. Асқазан деген не? Асқазан тағамды химиялық жолмен ыдырататын қапшық тәрізді қуыс мүше. Қазір тоқталамыз. Оның көлемі шамамен 1,5-2 литрге дейін жетеді. Яғни оның ішкі бөлігіне 1,5-2 литрге дейінгі тағам сияды дегендей. Асқазан қабырғасында 3 түрлі бұлшықет қабаты болады. Асқазан бізде бұлшықетті қабаттан тұрады. Ол бізде 3 түрлі бұлшықет қабаты бар дегенді білдіреді. Яғни олар тағамды араластырып, асқазан сөлімен біркелкі қорытады. Асқазан сөлінің құрамында бізде тұз қышқылы мен пепсин ферменттері бар. Бұл заттар тағамдағы ақуыздарды, яғни бұл заттар тағамдағы ақуыздарды ұсақ бөліктерге ыдыратады. Кейін асқазанның ішкі қабырғалары шырышты қабатты қаптайды да, ол қышқылдың әсерінен қорғайды. Тамақ асқазанда шамамен 2-3 сағаттай болады. Содан кейін ғана жартылай сұйық күйге айналып аш жүйекке өтеді. Енді мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндіретін болсам, асқазанда тағам бізде химиялық жолмен қорытылады. Ол қалай? Асқазанда асқазан сөлі дейтін және де пепсин дейтін бізде ферменттер бар. Бұл ферменттер тағамды химиялық жолмен бірнеше есеге кішірейту арқылы сұйылтады. Асқазанның ішкі қабырғаларында шырышты қабаты бар ғой? Ең ішкі қабаты шырышты қабаты бар. Сол шырышты қабаты қышқылдардың әсерінен қорғап тұрады асқазанда, бірақ тағамды химиялық жолмен қорыта бастайды. Тағам бізде 2-3 сағат ішінде асқазанды химиялық жолмен қорытылады да, кейін ғана аш жүйекке өтеді. Мінекей, бұл бізде өңеш, ал өңештен кейін бізде бұл бізде өңеш. Өңештен кейін бізде қайда келеді? Ол асқазанға келеді. Кейін бізде асқазан ғой, асқазаннан біз аш ішекке келеміз. Келесі бізде аш ішек. Біз қандай бөліктерді айттық? Ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, асқазан, аш ішекке тоқталамыз. Аш ішек қоректі заттардың сіңірілуі барысында жүреді. Яғни аш ішек ас қорыту жүйесінің ең ұзын бөлігі болып саналады. Оның ұзындығы 6-7 метрге дейін жетеді. Біз жаңа не деп айттық? Өңешті 25 сантиметр деп айттық, ал аш ішек бізде 6-7 метрге дейін барады екен. Бұнда асқазанда жартылай қорытылған тағам толығымен, яғни асқазан бізге тағамды жартылай қорытылып береді ғой, жартылай ғана қорытып береді, ал аш ішек осы тағамды толығымен химиялық өңдеуден өткізеді. Ал аш ішекте бауыр мен ұйқы безі сөлдері бөлінеді. Бізде асқазанда қандай сөлдер болады? Асқазан сөлі және пепсин ферменті болады. Ал аш ішекте бауыр мен ұйқы безінің сөлдері бөлінеді. Олардың құрамында ферменттер тағамды глюкоза, амин қышқылы, май қышқылдардың ыдыратады. Аш ішектің ішкі беті бүйірлермен қапталған, бұл сіңіру ауданы бірнеше есе артады. Дәл осы жерде қоректі заттар қан мен лимфа арқылы бүкіл ағзаға тарайды. Жаңа бізде аш ішек бізге амин қышқылын, май қышқылын, глюкозаны ыдыратып берді ғой. Енді сол глюкозаны біз ары қарай не істейміз? Лимфамен қанға жібереміз. Ол біздің организмге қажетті қоректік заттар. Одан кейін бізде аш ішектен кейін тағам тоқ ішекке барады. Әлі ас қорыту жүйесі аяқталған жоқ. Тоқ ішек, оның ұзындығы 1,5 метрге дейін жетеді. Бұл аш ішектен қарағанда бір шама кішкентай, бірақ ұзындығы бар. Аш ішектен келген тағам қалдықтары әлі де біраз су мен минералды тұздар болады. Аш ішектен келген тағам қалдықтарында әлі де біраз су мен минералды тұздар болады. Тоқ ішекте сол су мен тұздар қайта сіңіріледі. Яғни жаңа аш ішекте сіңірілмей қалған су мен минералды тұздарды біз тоқ ішекте қайта сіңіреміз. Бұл жерде көптеген пайдалы бактериялар өмір сүреді. Олар қалдықтарды ыдыратады, кейбір дәрумендер, мысалы В, К деген дәрумендері түзеді. Қалған бөлігі нәжіс түрінде тік ішек арқылы сыртқа шығарылады. Яғни бізде тоқ ішек соңғы фильтрация өтетін бөлік. Яғни бізге
қалып қалған, әлі сіңірілмей қалған су мен минерал заттарды біз ағзаға сіңіріп аламыз. Алып қалған қалдықтарды, керек емес, уже қалған керек емес өнімдерді тікішек арқылы шығарып жібереміз, иә. Жақсы, қараңдар, енді мен сендерге жаңа аш ішекте бауыр мен ұйқы безі жайында айттым, иә, міне бауыр және ұйқы безі жайында. Енді жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, бұларға бауыр ол ағзаның ең ірі безі. Біз жаңа айтамыз, сілекей безі дегенді айттық, иә. Сілекей безі бізде өте кішкентай бөліктерде болады, ал бауыр ол да бізде безге жатады. Ол ағзаның ең үлкен безі болып саналады. Ол өт бөледі және майлардың қорытуына қатысады. Сонымен қатар ағзадағы зиянды заттарды залалсыздандырады. Яғни ол біздің ағзаны қорғайды, залалсыздандыру арқылы және де өт бөлу арқылы майларды қорытады. Ал ұйқы безі деген не? Ұйқы безі ол ас қорытуға қажетті ферменттерді бөледі. Бұл ферменттер ақуыз, май және көмірсуларды ыдыратады. Сонымен қатар ұйқы безі инсулин гормонын бөледі. Енді қараңдар, тағамды біз жедік, иә? Мен мысалы бүгін самса жедім. Ол барып тек ауыз қуысына шайналып, өңешке барып, өңештен кейін асқазанға барып түсіп қорытыла бермейді. Оның қорытылуы үшін белгілі бір сөлдер, ферменттер керек. Ол ферменттерді бізде ұйқы безі бөледі, асқазан бөледі деген секілді. Осы ферменттер мен сөлдердің арқасында ғана бізде тамақ бірнеше кезеге дейін ыдырап, сұйылтып, біздің организмге қорыта алатындай деңгейге жетеді. Енді келесі жалпы ас қорыту жүйесі. Мен сіздерге тақырыпты толығымен түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ас қорыту жүйесінің ретін толығымен түсіндіңіздер деп ойлаймын. Ас қорыту жүйесі ағзаның ең маңызды жүйелерінің бірі. Әр мүше өз қызметін атқарып, тағамның қорытылуын қамтамасыз етеді. Ас қорыту жүйесінде белгілі бір жүйе жұмыс істемей қалса, белгілі бір мүше жұмыс істемей қалса, онда ол ас қорыту жүйесі бұзылады. Ас дұрыс қорытылмайды. Ауыз қуысындағы тіс, сілекей безі, одан бөлінетін ферменттер, одан кейін жұтқыншақ, өңеш барлығы ас қорыту жүйесі үшін өте маңызды. Біз ас қорыту жүйесін фабрика деп қарастыратын болсақ, ондағы мүшелер ол оның жұмысшылары. Ал егер жұмысшылар болмаса, фабрика жұмыс жасамайды. Сол себепті ас қорыту жүйесінде барлық мүше толығымен бірдей жұмыс жасау керек. Енді қараңдар, ас қорыту жүйесі бізде қалай жүзеге асады? Видео арқылы көрейік. Тамақ шайналады, өңешке барады, асқазанда қорытылады, ішектерге барып қорытылады, қайта сіңірілмеген суға сіңіріледі. Кейін ғана қалдық өнімдер бізде сыртқа шығып кетеді. Бұл біздің ас қорыту жүйеміздің қысқаша түсіндірілген бейне жазбасы. Енді осы өткен тақырып бойынша жалпы тапсырмалар орындайтын болсақ, қараңыздар, білімді бекіту тапсырмалары. Енді жаңағы өткен барлық тақырыпты белгілі бір сұрақтарға жауап беру арқылы қайталап бекітіп өтейік. Ұяшықтар. Бірінші ұяшықтар жай. Ас қорыту процесі қай мүшеден басталады? Ол бізде ауыз қуысы, иә? Мен бағана айтып жатқаны, ол ас қорыту жүйесі ең алдымен ауыз қуысында басталады. Екінші, сілекейдің құрамында қандай ферменттер бар? Мен бағана айттым, біз қандай фермент арқылы ең алғашқы химиялық қорытуды жүзеге асырамыз? Ол амилаза. Келесі, өңештің негізгі қызметі. Өңеш қандай маңызды қызмет атқарады? Жауабы, ол тағамды асқазанға жеткізеді. Төртінші, асқазан сөлі құрамында не бар? Не бар? Жауабын көрейік. Тұз қышқылы бар. Асқазан сөлі, оның құрамында тұз қышқылы, ол бізде асқазандағы қоректік заттарды біз жеген тағамды біршама сұйылтуға көмектеседі. Бесінші ұяшық, асқазанның басты ферменті.
Так, ол бізде пепсин. Бұл бізде не істейді? Асқазандағы тағамды қорытуға қатысатын фермент болып табылады. Алтыншы яшық, ол аш-ішектің негізгі қызметі қандай? Бұл бізде ең ұзын ішек, ең үлкен көлемді алып тұрған ішек. Бұл қандай қызмет атқарады? Қоректі заттарды сіңіреді. Жақсы, бұл бізде тақырыпты бекіту тапсырмалары болған. Енді жалпы бұл тапсырмалар сізге оңайға түскен сияқты. Енді тақырыпты толығымен бекітіп, ұмытпайтында еске сақтау үшін мен сіздерден тағы да тест тапсырмаларын алғым келіп тұр. Бұл тест сұрақтары алдыңғы тақырып бойынша білімімізді тексеріп көрейік, әр сұраққа дұрыс жауапты таңдап, өз нәтижемізді бағалап өтейік, иә? Кеттік. Жалпы күтетімізді қозғайын. Ас қорыту жүйесі қандай мүшелерден тұрады? Қандай мүшелерден тұрады? Қан тамырлар мен жүрек. Жалпы бізде ас қорыту жүйесіне кірмейді. Асқазан, ішек, бауыр, ұйқы жүйесі. Міне басты мүшелер. Жауап дұрыс екен. Ас қорыту жүйесі қандай мүшелерден тұрады? Келесі, ас қорыту процесінің басты мақсаты қандай? Ас қорыту процесінің басты мақсаты дәрумендерді сақтау, оттегін өндіру, қалдықтарды шығару, тағамды энергияға айналдыру. Мен біз бастапқы видеода ең алдымен түсіндіріп кеткен кезде мен не айттым? Яғни тағамды біз ас қорыту жүйесі бізге не үшін қажет? Ол тағамды энергияға айналдыру үшін қажет. Так, жауап дұрыс. Ауыз қуысында қандай процестер жүзеге асады? Ең алғашқы асқазанның бастау ауыз қуысы деп қайталап келе жатыр қой. Ол жерде қандай процестер жүзеге асады екен? Тағамды сіңіру, тағамды ұсақтау, сілекеймен араластыру, тағамды асқазанға өткізу, қан арқылы тарату дейді. Тағамды сіңіру ол бізде аш-ішектің қызметі. Тағамды ұсақтау, сілекеймен араластыру, міне осы ауыз қуысының процесс. Ал тағамды асқазанға өткізу ол бізде өңеш, қан арқылы тарату, ол бізде тоқ-ішектен кейін қан арқылы ол тарайды. Келесі сұрақ, тағам өңеш арқылы қайда өтеді? Өңеш тағамды қайда барады? Әрине асқазанға. Өте оңай сұрақ. Бауырдың негізгі қызметтерінің бірі дейді. Тыныс алу, қорды сақтау, өт бөлу, суды сіңіру, тағамды ұсақтау. Өт деген есе бірден бізге есімізге бауыр түсу керек. Сол себепті жауап екінші. Келесі сұрақ бітті ғой ме? Келесі бізде қорытынды. Жалпы бізде ас қорыту жүйесі тақырыбы өте қызықты, өте бір маңызды тақырыптардың бірі. Ол қиын емес, түсініп алғанға өте жеңіл тақырыптардың бірі. Жалпы қорытындылай кететін болсақ, ас қорыту жүйесі ол ағзаның өмір сүруіне қажетті қоректі заттарды өңдеп қанға жеткізеді. Әр мүше өзінің қызметін атқару арқылы тағамның толық қорытылуына жұмыс жасайды. Яғни жаңа айтқандай, біздің ас қорыту жүйеміз фабрика, ондағы мүшелер ол жұмысшылар. Жұмысшылар болмаса, фабрика жұмыс жасамайды. Бұл жүйенің дұрыс жұмыс істеуі денсаулықтың кепілі. Жалпы біздің тақырып осындай, тақырыпты толық аша алдым деп ойлаймын. Сіздерге үйге тапсырма, ол ас қорыту мүшелері мен олардың ферменттерінің қызметі бойынша шағын кесте жасау. Яғни ас қорыту мүшесінде қандай фермент бөлінеді және оның қызметі дегенде. Ендігі бүгінгі тақырыпты рефлексия бойынша түсіндіріп өтсек, видео астына өздеріңіздің кері байланыстарыңызды жазсаңыздар, егер тақырыпты түсінсеңіздер, түсіндім деп шаршы белгісін, егер түсінген жерлерім бар, бірақ түсінбеген жерлерім де бар десеңіз, онда сары түсті шеңбер белгісін, ал егер түсінбедім, қайта түсіндіріңіз десеңіздер, үшбұрыш таңбасын қалдырсаңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз толыққанды ашылды деген ойдамын. Менің сабағым осымен аяқталды. Сау болыңыздар.